Сәлеметсіздер ме, арулар, болашақ аналар? Менің есімім Балнұр Әлімсақ, акушер-гинеколог және пренатальды ультрадыбысты зерттеу маманымын. Жүкті болып келген кезде гинекологиялық науқастарды осы УЗИ аппараттан қараймын, және бірінші, екінші, үшінші скрининг, доплерометрия, жалпы жүктіліктің басынан аяғына дейін сіздерді қарайтын пренатальды диагноз маманымын. Бүгін сіздермен бізге жүкті болып келген кезде қандай датчиктермен қаралатынды мен түсіндіргім келіп отыр. Ең бірінші, жүкті болған кезде сіздер тестті көресіздер. Тестті положительный болса, сіздер бізге зерттелуге келесіздер. Ол кезде өте аз мерзімді срок, маленький срок деп жатады. 3, 4, 5, 6 аптаға дейін біз осындай трансвагинальный датчик дейді. Бұл датчиктен көп адамдар қорқады. Осыны салған кезде выкидыш болады, немесе балғам түсіп қалады деп қорқып келмейді. Бірақ біз жүктілікті, жатырдан тыс жүктілік, выкидыш болмау үшін анықтау үшін осы трансвагинальды датчикке осындай мүшеқап дейді, презерватив киіп, одноразовый, осы датчикті қынапқа салу арқылы біз жатырдағы жүктіліктің бар екенін анықтаймыз. Ол кезде жатырдан тыс жүктілік болмауын, сол қауіпті біз алдын ала аламыз. Одан кейінгі келесі датчик, мынау мінекей, бұл 2D датчик деп айталады. Яғни бұл кезде біз бірінші скринингті 10 апта болсын, 9 апта болсын, 20 апта болсын, 25 апта болсын, барлық скринингті, бірінші, екінші, үшінші скринингті осы 2D датчик арқылы көреміз. Одан кейінгі келесі үшінші датчик, бұл датчик 3D, 4D режимді қаралатын датчик. Бұл осындай, дәл осындай жаңағы кескіндерді береді. Бұны қай кезде пайдаланамыз? Егер де бір омыртқа жотасында ақаулар болатын болса, бізге көрінбей, жаңағы 2D датчикпен көрінбей тұрған кескіндегі суреттер дұрыс емес, анық емес болған жағдайда, қоян жырық дейді, зайчая губа, әртүрлі осындай жүрек ақаулар болсын, беттегі бір ақаулар болсын, сондай бір ақаулар кезінде осы 3D, 4D режимдегі біз датчикті қосып және көреміз. Сонымен қатар біз 28 аптадан бастап 3D датчикпен біз баланың уже бұлшықеттері толық дамыған, осындай әдемі кескінде баланың көзін, мұрнын, еріндерін, саусақтарын, омыртқа жотасын, біз терісін барлығын осылай әдемі қарауымызға болады. Қазіргі күнде жүктілік өте көп, сонымен қатар бізде ақылы дейді, частный клиникаларда көп. Бірақ барлық жаңағы клиникаларда, емханаларда осындай эксперт класты премиум аппараттар бар емес деп айтқым келеді. Сондықтан, мысалы, мен өзім жаңағы жоғары дәрежелі ультрадыбысты зерттеу маманымын. Бүгінгі күнде мені Валюсон 10 экспертті класты аппаратта отырамын. Сондықтан да, егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, мүмкін басқа жерлерге барып сіз жаңағы ультрадыбысты зерттеуден маманнан өзіңізге қажетті қанағаттанарлық сұрақтарға жауап ала алмасаңыз, осындай кескінде көрсетесін толық мағлұматты басынан аяғына дейін алатын дәрігерлерге жүгінулеріңізге кеңес беремін. Осымен менің қысқа ғана ақпаратым аяқталды. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыз. Міндетті түрде келесі видеоларда мен барлығын, маңызды екен сұрақтарыңыздың барлығын талдайтын боламын.